бойынша қос бесікке салатын аналарымыздың астына төселеді екен. Ал апа, өзіңіз жақсы білесіз, баланы бесікке салмас бұрын бесікті адыраспаннан алған халықпыз, адыраспан тазалықтың белгісі деген халықпыз. Гүлсара ханым, адыраспанды алып келесіздер ма? Айна тарап алып келдің ба, бәрі жерде ма? Апа, артық заттарын алып тастайлы, баланың басы бесікке тиіп қалады қазір. Апа, енді қазақ халқы өте ырымшыл халықпыз ғой. Құбылап қай жақты көрсетеді тойхананың ішінде? Құбылап қай жақты көрсетеді? Қай жақты көрсетеді ма? Апа, бесіктің басын құбылаға қаратып қойып алыңыздар. Алдымен бесіктің басын құбылаға қаратып қойып алыңыздар. Бәрекелді. Бәрекелді апа, қазақ айтады. Алас, 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 күндік бәлеңмен қарас, тіл дегеннің тіліне тисін, көз дегеннің көзіне тисін деген халықпыз. Апаларымызға беріңіздер, ары қарай кәдені аналарымыз жасасын. Алас, түлкілім, қырас. Артынан ұлықды дейінесін бағатын өтеді. Бәрекелді. Апа, бере салыңыз, келіндерге бере салыңыз, дәжен аласына жіберіңіз. Апа, сіздердің рұқсаттарыңызбен бір үшеуін алсам бола ма? Тиіп қалады ғой баланың басы. Біреуін алыңыздар. Бәрекелді. Маған беріңіз. Апа, біраз оқымаған ба бесікке салмағандарыңызға? Бәсе. Сіздер маған үйретіп көрексіздер ғой негізінде. Бәрекелді, шөбере сүйіңіздер, шөпшектің алақанына май жамауды Алла тағала нәсіп етсін. Ал енді апалар, қазақ өте ырымшыл халық, баланы бесікке салмас бұрын айна тарақты қойып, оңға деп оңдап алған халықпыз. Бесігімізді оңдап алайық, бетіне қойыңыз. Бәрекелді. Ал апа, Оңға. деп сөйлесеңіз, болжыраған қыз болады ғой ертең ол. Оңға. Бәрекелді. Тағы. Бәрекелді. Ал енді ырым қылып, айнадай көрікті қыз болсын, өмірі тұнық болсын деген ниетпен айна тарақты басына қойған халықпыз. Қойыңыз апа. Басына қойсаңызшы. Бәрекелді. Ал енді апа, бесік алмағандар бесік алсын, немере көрмегендер немере көрсін, шөбере көрмегендер шөбере көрсін деген ниетпен 3 ұлға 3 қызға шырманы өткізіп алғанбыз. Артынан 10 шақты ұл келсін деп алдымен ұлға берген халықпыз. Артынан 10 шақты қыз келсін деп қызға берген халықпыз. Артынан ел тізгін ұстайтын азамат келсін деп ұл балдарға беріңіз. Бәрекелді. Апаңыздар балдарға бере беріңіз апау. Бірінші шуға беріңіз. Үшінші ұл кетті ма? Ал енді 10 шақты қыздар келсін деген ниетпен қыздардан жалғайық. Үшінші болды, я. Алған ырымды тарап бересіңіз. Бәрекелді. Енді қызметте келіндер қалған ырымдан таратып бере салыңыздар. Немере көрмегендер немере көрсін, шөбере көрмегендер шөбере көрсін. Шөпшектің алақанынан май жалауды Алла тағала нәсіп етсін. Ал апа, сіздердің рұқсаттарыңызбен Айлиндай балапанымызды Ақбесікке бесік жырын айтып орындайтын боламыз. Айлинаны алдырдыңыздар, Айлина қайда?
Kappa kaçında bu sabah biz çocuklarımız. Bәрекелді. Апа, маңдайынан сүйіп. Пакет береді, бар. Карт береді. Соскасы сысыршы бар. Аяғы түзу болсын, менің қолым емес, бейбі Бәкимаман қолы деп бастарыз. Айым болып тудың ба, күнім болып тудың ба, ата жолын қудың ба, әке жолын қудың ба, бұл дүниеге келген соң сұрауы бар судың да, қуанышым арай жүз, кездесерміз талай біз, бар ағайын жиналып, мәз боп саған қараймыз, сендей бала өмірде болмаған деп санаймыз. Ұйқысы қалың болсын деген ниетпен мынаны бір деп санайық, мынаны екі деп санайық, мынаны үш деп санаңыздар, мынаны төрт деп санаңыздар, мынаны бес деп санаңыздар, өзіңіздің сыртқыңыз бере салыңыздар. Алты деңіз, жеті деңіз, сегіз деңіз, тоғыз деңіз. Бәрекелді. Ал енді қазақ халқы баланы ешқашан сатпаған халықпыз, бірақ баланың көрімдігін алған халықпыз. Ал бақтанасы қайдасыз? Керек пе мынандай әйелімен немере? Қос апамыз Қоқан Самарқанға алып кетті. Керек па? Гүлсара ханым керек па? Кетті Қоқан Самарқанға. Бәрекелді. Кесекші. Немереңіздің бауы берік болсын. Құр қолға бата жүрмейді дейді халқымыз. Арнайы